Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Әрбір ана ас үй бөлмесінде көп уақыт жұмсап алатындықтан балаларының дамуына, дамытушы ойындарға аз уақыт бөліп алып жатады. Сол олқылықты жою үшін бүгін мен сіздерге ас үйде ойнауға болатын ойын түрлерімен бөліскім келіп отыр. Егер де сізге сондай дамытушы ойындар қызық болатын болса, менімен бірге соңына шейін болыңыздар. Құрметті менің оқырмандарым, канал қонақтары, егер де сіз менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Сол кезде менің арнамдағы видеоларды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал бисмилля, асхана ойындарына кезек берейік. Ең бірінші ойынды 1,5-2 жастан бастап балаларға ұсына берсеңіздер болады. Ойын үшін бізге бар болғаны ақбет және қарындаш, сонымен қатар шанышқы мен қасық қажет болады. Алдымен А5 форматындағы, яғни тура ақбеттің жартысындай қағазымызға шанышқы мен қасықтың суреттерін салып алсаңыздар болады. Не болмаса, егер де суретке мүлдем жоқпын десеңіздер, интернеттен арнайы жасап шығарып алсаңыздар да болады. Мен де өзім қатты суретші емеспін, бірақ икемімді келтіріп, осылай қасықтардың жоғары төмен қаратып, шанышқы екеуін кезектестіріп, суретімді барынша әдемілеп жасап шығардым. Құрметті менің оқырмандарым, байқасаңыздар, мен А5 форматындағы ақбетке 1-4 фигураны салдым, яғни 4 түрлі ғып жасадым. Егер де сіздің балаңыз 1,5-2 жаста болатын болса, бастапқыда тек 2 фигурадан бастасаңыз жөн болады, яғни тек қана шанышқы мен қасықты қойып қойсаңыз болады. Ал менің қызымның жасы 3 жастан асып кеткендіктен, ол 4 фигурадан жоғары фигураларды бірден таба алады. Осымен біздің алғашқы ойынымыз дайын, енді баламызға ұсынып көрейік. Бұл ойынды Әмина 2-2,5 жасынан бастап тұрақты түрде жасап жүргендіктен, ол үшін бұл алғашқы ойын түрі қатты күрделі болмады. Сонымен қатар, оқырмандарым, бұл ойынды басқаша түрлендіріп жасасаңыздар да болады. Яғни үлкен қасық пен кішкентай қасықты қойып қойсаңыздар да болады. Сол арқылы балада үлкен, кішкентай ұғымы, шанышқы мен қасықты айыра алатындай сондай бір ұғымдық негіздер қалыптасады. Сонымен қоса, құрметті менің оқырмандарым, бұл ойын арқылы балаға біз мекендік ұғымдарды да жеңіл түрде үйрете аламыз. Ол қалай? Яғни қасықтың оң жағына, шанышқының сол жағына деген секілді. Қасық пен шанышқыны жоғары төмен қаратып қою арқылы жоғары төмен ұғымдарын да ойын арқылы оп-оңай үйрете аламыз. Екінші ойын түрі үшін бізге бар болғаны 2 стақан және көп мөлшерде қасық пен шанышқы қажет болады. Ойынның шарты бойынша бала қасықтарды бір бөлек, шанышқыларды бір бөлек топтастырып жинау қажет болады. Бұл ойын арқылы бала қасық пен шанышқыны ажырата алады, сонымен қатар көп, аз ұғымын, егер де балаңыз 3 жастан жоғары 4 жасқа тақау болған болса, онда санауды да үйретсеңіз болады. Құрметті менің оқырмандарым, канал қонақтары, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп жанындағы қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де бүгінгі контент сіздерге ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарийға өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Бұл мен үшін өте маңызды. Баламызға ұсынуға болатын үшінші ойын түрі, үйімізде бар қақпақты ыдыстардың барлығын шығарамызда, бала сәйкесінше қандай ыдысқа қандай қақпақтың сәйкес келетіндігін логикалық түрде ойланып табуы қажет болады. Өте қарапайым, бірақ бала үшін қызықты ойындардың бірі. Келесі 4-ші ойынымыз үшін бізге шанышқы, стақан, не болмаса кәсені де қолдансаңыз болады. Кәсе деп тұрғанымыз пиала, балмұздақтың таяқшалары, не болмаса санамақты және де тарелка қажет болады. Бұл ойынның мақсаты бала бір мезетте 2 қолына, оң қолына да, сол қолына да шанышқы, не болмаса қасықты ұстап, санамақтарды тарелкаға салу. Басты мақсат құлатпай салу қажет болу керек. Осы арқылы баланың 2 жарты ми шарлары, көз, қол координациялары дамитын болады.
Құрметті оқырмандарым, канал қонақтары, сонымен қатар бұл ойында балаға түстерді үйретуге алуға болады. Яғни оң қолыңмен жасыл түсті ал, сол қолыңмен сары түсті ал, не болмаса қызыл түсті, көк түсті ал деген секілді солай балаға түстерді де үйретіп алуымызға болады екен. Құрметті оқырмандар, бір ескере кететін жайт, бұл ойынды тек қана баланың жасы 3 жастан асқан кезде ғана ойнатсаңыздар дұрыс болады. Мінекей соңғы ойынымызға да келдік. Бұл ойынның атауы көлеңкесін тап. Алғашқы ойынға ұқсас болғанымен көлем жағынан айырмашылыққа ие. Яғни алғашқы ойында тек қана қасық пен шанышқыны бастырып ойнатсақ, бұл жерде барлық заттарды, яғни ақбетке не сияды соның барлығын қолдана берсеңіздер болады. Бұл жерге тіптен баланың ойыншықтарын да алдын ала бастырып қойып, балаға көлеңкесін табуды сұрасақ болады. Өте қарапайым, бірақ баланың логикасын дамытуға өте жақсы көмектеседі. Бала үшін де қызықты ойындардың бірі деп айта аламын. Құрметті менің оқырмандарым, канал қонақтары, бүгінгі біздің ұсынған контентіміз сізге ұнаған болса, лайк басып комментарийға өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетсеңіздер болады. Тіптен Әминаға өздеріңіздің баталарыңызды, тілектеріңізді де жазып кетсеңіздер, біз қуанып қалатын боламыз. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.